Assalamu alaikum туғандар, құрметті жамаат, Нұркезі каналының көрушілері. Бүгін 1 февраль погрузканы баштадық. Бізде составта 4 портер, бұйырса жүктеліп кетеді. Олар жұмыстарын баштады. Өте жақсы қылдап жүріп жатыр. Барлығы даяр. Өзің көргенде қапталардан тартылып тұрады. Астында полностью даяр. Бұл жерге де шығып тұрды. Өте сонын портерлер кетіп жүрады. Бұйырса шындай сайттан алынған біздің клиентке машинаның пробегін көрсете кетейін. Азыр 125 000 пробег жүрген автомат, подогрев сидений, подогрев руля. Өте бір жақсы состояние кожи көрсеңіздер болады. Идеальный, арқасында спальныймен состояниесі өте сонын. Машина 2020 жыл 6 айда шында арқасында тентіменен идеальный состояниедағы портер. Андан кейін дағы бір портеріміз бар, үстінде тентіменен сатыға шықты. Группадан көрсеңіздер болады. 2020 жыл механика. Бұл да 129 000 ғана пробег жүрген. Состояниесі өте сонын. Группада бізде фотосы бар. Видео обзорында таштап береміз. Машина 2020 жыл 7 ай. Қошаның ақпалы мұнықыдағы өте сонын. Көріп кетсеңіздер болады. 129 000 пробег жүрген. Механикада комплектациясын көріп кетсеңіздер болады. Өте сонын авалда машина. Обойында ешқандай трекшн сколдары жоқ. Арқасына үйретіп көргізе кетейін. Шында тент өте биік жасалған. Көріп кетсеңіздер болады. Жерді ашып тағы толығынан жауып қойса болады. Анан кейін дағы бір көк портер. Азат бір туғанымызға алынған портер. Көк түсті. Бұл да өте бір соның портерлердің бірі. Құдай білсе жолға жөніп жатыр. Кожасы. Арқасында спальный бар. Мочалинасы толық. Жақсы состоянияда. Шында өте сонын портерлер жолға шығып барады, бұйырса туғандар. Группада сүреттері бар туғандар. Ал жерге подписка қылып, астын ссылкасын таштайыз, осы жерге кіріп көріп алсаңыздар болады. Андан өсе біз погрузканы баштайлы. Құдай бұйырса экспресс контейнермен кетеді. Бұл контейнеріз Қырғызстанға 20 күнде иншалла барып қалады. Азыр жүктеліп біткенден портқа, порттан ары уже Қытайға, Қытайдан ары Қырғызстанға фуроменен барып қалады иншалла. Біз бұл жұмысты баштайлы. Игілік қалап қойыңыздар. Дүниенің бұлыңғышынан көрген біздің подписчиктерге. Ассаламу алейкум.